бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ендеше студиямыздың келесі дарынды әрі өнерлі қонақтарын қарсы алайық. Мемлекеттік Қуыршақ театрының актерлері Дамира Иса мен Руслан Абу бүгін студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Бәрекелді. Енді әңгімеміздің басын Қуыршақ театрынан бастағым келіп отыр. Осынша 80 жылдан астам тарихы бар театрдың қазіргі өмірі қалай? Қазіргі өмірі өте керемет деп айтсақ болады. Неге десеңіз, алғашқы соңғы 2 жыл театрымыздың бағыты кішкене өзгеріп, заманауи бағытталып келе жатырмыз. Ол қуантарлық жағдай. Бізде Қуыршақ театр дегенде кез келген адамға бала театры, яғни бүлдіршіндерге арналған спектакльдер деп ойлайды. Соңғы 2 жылда үлкен аудиторияға арналған спектакльдеріміз туындап жатыр. Өте қуанышты жағдай. Қызығушылық бар ма үлкен аудиторияда? Әрине. Әрине, қазір тек жасөспірімдер мен балалар ғана емес, үлкен кісілерге, қарттарға шейін келіп жатыр. Ол да бір үлкен белес деп айтуға болады. Қазіргі таңда бізде жаңадан спектакльдер қойылды, үлкен адамдарға арналған. Сол бойынша қазір жұмыс істеп жатырмыз. Бәрекелді. Енді осындай тарихы тереңде жатқан үлкен бір театрдың бір мүшесі атану үшін де үлкен еңбек керек. Өздеріңіз туралы толығырақ айтып өтсеңіздер, жалпы қандай оқу орнын бітірдіңіздер? Жалпы актерлік шеберлік, бұл мамандыққа деген қызығушылық қалай пайда болды? Бұл мамандыққа деген қызығушылық ол әрине кішкентай кезден басталады. Үйімізде барлығымыз, ата-анамыз барлығы өнерге жақын болғандықтан ойланбастан осы өнерге келдім. Қазақ ұлттық өнер академиясын тәмамдадым, Жүргенов атындағы. Сол 2017 жылы бітіріп, Қуыршақ театрына келдім. Сол кезден бастап әлі жұмыс істеп жатырмын енді. Ал сізде, Руслан? Мен қызығушылығым 11-ші сыныпта басталды. Және де мен Қуыршақ театр әртісі мамандығы бар екенін білмегенмін де, академияға келгенде сол кезде бірақ білдім сол мамандықты, және солған түскім келді. Соны бітіріп, енді бағымыз жанып, осы бітіре салып, бірден театрға кіріп кеттік. Ол әрине кастинг болады театрда, оның да қиыншылығы болады. Кастингтен өтіп, бағымыз жанып, сол театрға кірдік. Жасап жатқанымызға 1 жылда болған жоқ әлі. 8 айдың көлемінде жұмыс жасап жатырмыз. Жастарымыз театрда. Жас буын. Бәрекелді. Ал біздерде көпшілігіміз білетін театрлардың ішінде көпшілігімізге белгілі драма театрлары. Жалпы драма театрлары мен Қуыршақ театрының айырмашылығы мен ұқсастығы неде? Я, екеуі де театр ұқсастығы, ал айырмашылығы ше? Айырмашылықтары драма театрда тек қана өзім, орысша айтқанда живой план дейді. Актерлар өздері ойнайды, ал Қуыршақ театрында өзің де ойнайсың, Қуыршақты ойнайсың. Кез келген өлі затқа жан беру керек, жан бітіру керек. Қуыршақ деген, мысалы, Қуыршақ болуы мүмкін, стол болуы мүмкін, туфли деген сияқты любой түрлі реквизиттерге жан бітіру керек болады. Айырмашылық сода деп ойлаймын. Ал Қуыршақ театрының драма жағынан да кем қалмайды деп ойлаймын. Өйткені Қуыршақ театр мамандығында 2 бағытта оқытыласың. 2 ұстазың болады, біреуі Қуыршақ жағынан, біреуі кәдімгі өзінің актерлік шеберлігіне. Біздің бар плюсымыз сода. Бәрекелді. Енді мені қызықтырып отырғаны, жалпы қазіргі Қуыршақ театрының репертуарында қандай жаңартулар бар? Жаңа маусымға жаңа репертуар бекіткен шығарсыздар? Әрине. Жаңа маусымда бізде Ана жүрегімен ашылды. Біздің басты кейіпкеріміз Руслан. Толығырақ өзі айтып кетсе? 83-ші маусымымыз Ана жүрегі спектаклімен режиссері Антон Зайцев. Ол менің театрға кіргендегі алғашқы дебюттік ролім, және де басты роль. Ол да бір бағым жанып маған бұйырыпты деп ойлаймын. Жаңа буында, жаңа бағытта, бағана драма деп айтып жатсыз ғой, драмада, Қуыршақты да екеуі де ойнайды, өгізі мен өзім де ойнаймын, Қуыршақты да ойнатамын. Қазіргі таңда өте ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты балаға, яғни енді есін жиып келе жатқан балаға берерлік ойы өте көп. Сол себептен сол бағытта қойылған спектакль. Соңғы шыққан премьера спектакліміз «Ана жер ана» деп аталады. Шыңғыс Айтматовтың.
Сонда келіннің рөлін мен ойнаймын, Алиман, және біздің Толғанайдың рөлін ойнайтын бізде тағы да 3 актрисамыз бар. Сол кісілер. Солай жаңа бағытта деп айтуға болады. Камерный спектакль. Ішінде қуыршақ та, драмалық та спектакль деп айтуға болады. Түсінікті. Енді қарап отырсам, жұмысқа орналасқаныңызға енді ғана 1 жыл болады дедім, бірақ та қай-қайсыңызда біріңіз басты рөлге, біріңіз қосымша рөлге қол жеткізіп, қазіргі таңда өздеріңіздің карьералық жолдарыңыз жалғастырып жатсыз. Енді бұл деген жас буын болса да, театр басшылығының мүмкіндік беруі деп айтар едік, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Жастарға деген орын беруі, мүмкіндік беруі. Бәрекелді. Енді әр адамда, оның ішінде өнер адамда өзіне деген арманы болады. Өзінің жұмыс карьерасында деп айтамыз. Басты бір өзіне қызық, өзіне ұнатқан рөлді сомдағысы келеді, соны арман етеді. Сіздердің армандарыңыздағы рөлдер қандай? Кез келген актер айтып жатсыз ғой, басты рөлді сомдасам деп армандайды ғой. Бірақ нақты осы рөлде ойнағым келеді дегендей арманым жоқ. Бұйырған рөлдің, кез келген рөлді ойнап шығуға, яғни 100% алып шығуға тырысамыз. Нақты арман жоқ, мына кейіпкерді ойнасам деген. Иә, актерлықта кішкентай рөл болмайды. Қайсы бірі болсын, оған бар ынтамызбен барлық немізді салып ойнауымыз қажет. Ол жерде үлкен кіші деп жаңағы басты кейіпкер, екінші кейіпкер деген жоқ. Онда барлығы бірге болу керек. Сол жағынан қазір әрине ондай бүйтіп нақты бүйтіп айта алмаймыз, бірақ қайсы бір рөл болса да, соны тиянақты жақсы орындап шығуға тырысамыз. Жауапкершілікпен алып шықса ғана актерге үлкен жетістік сол болмақ дейсіз ғой. Бәрекелді, тамаша. Ендеше бүгін біздің студиямызға келіп, осындай таңғы уақытта өздеріңіздің тығыз жұмыс кестесінен уақыт тауып бізге келіп, осылай театр өмірін сипаттап бергендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Үлкен сахналардан көрейік. Рахмет. Ал біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз, арнамыздан ауыспаңыздар.